Ауызашардың 25 күніне редиска қосылған салат, сникерс пирогы және ерекше әдіспен қуырылған тауық аяқтарын ұсынамын. Сұйық май құйып қыздырамыз. Бір ас қасық қант салып қызарғанша қуырамыз. Тауық аяқтарын салып қуырамыз. Пияз, сарымсақ, помидор салып тұзын сеуіп араластырып бетін жауып бұқтырамыз. Күрішті майға қуырып, су құйып, бұқтырып пісіріп аламыз. Қамыр дайындаймыз. ұн, қопсытқыш, какао барлығын илектен өткізіп, сары май, қант, жұмыртқа барлығын салып, қамыр илейміз. Пакетке салып демалдырамыз. Салмасына творог, қаймақ, творожный сыр, жұмыртқа, қант салып араластырамыз. Қамырымызды формаға жайып, салмасын құямыз. 180 градус қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Салатымызды өз қалауыңызша турап, салып, араластырып қоямыз. Пирогымыз суыған соң ганашын құямыз. Тоңазытқышқа 10-20 минутқа қойып қоямыз. Біздің гарнирімізге күріш пен консервадағы жүгеріні осылай араластырып, тауық еттерін осылай құйып шығамыз. Бүгінгі біздің ауызашардың 25 күніне арналған ас мәзіріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.